Ассаламуалейкум барлықтарыңызға. Қазір сіздерге жазушы марқұм Аягүл Мантайға арналған 2023 жылы басылып шыққан кітаптың алғы сөзін оқып бермекпін. Яғни ол кітапта Аягүл Мантайдың сұхбаттары, әңгімелері және естеліктер қамтылған. Сағат түнгі 2-ден 6 кетті. Осы алғы сөзді оқып бергім келіп отыр. Кітапта жазылған. Алғы сөз авторы Бану Оңдасынова. Ал бисмилла, кеттік, тыңдай отырыңыздар. Адамды елемеу, жоққа тән санау, бойындағы қабілетін бағаламау, көре тұра көз жұму, тірідей өлтіру. Қазіргі қазақ қоғамы кейбір талантты өлтірсе, кейбір талантты, дарынды азаматты тірі өлікке айналдырып депрессияға түсіреді. Қазір білімді, талантты жастарымыздың көбі Қазақстаннан кетуге тырысады. Кетіп қалған аз емес. Өйткені әділдік жоқ қоғамда тұншығып өмір сүргісі келмейді. Шаншылып өзін жоғалтқысы келмейді. Елдегі дарынды қыз-жігіттердің көбі депрессияда жүреді. Өз пікірі бар, ары, намысы бар, қулық сұмдыққа епсіз адамдарға біздің қоғамда күн көру оңай емес. Керісінше, жағымпаз, пысықайларға ыңғайлы заман. Енді қайтпекпіз. Бәріміз жан-жаққа қашып тыныш жүрейік пе? Мемлекет басшылығына ашық қарсылық көрсетіп, былтырғы қаңтарда бейбіт шеруге шыққан халықтың неге жеткенін көрдік. 2021 жылдың 29 шілдесінде білімді, оқырманға берері бар, халыққа танымал жас жазушы Аягүл Мантайдың өмірден өз еркімен кетуі көптің жүрегін ауыртып, ақпараттық айдында үлкен резонанс тудырды. Шай адам емес. Көп нәрсені тереңінен түсінетін интеллектуал, талантты адам бұлай жасаса, қоғамымыз неге адам өлтіргішке айналғанына назар аудару керек ақ. Кіп-кішкентай қарлығаш құстың қанаттарын жұлып, қылқындырып, қинап өлтірдік бәріміз жабылып. Аягүл біздің қоғамның құрбаны, оқырмандары үшін орны толмас қайғы, іште өксік, өкініш, жауапсыз сауалдар қалды. Көптің көкейінде Аягүл неге мұндай қадамға барды деген ой қалды. Аягүлдің тағдыры феномен, әлі талай жыл талқыланатын, себептері көпті ойлантатын, көп былықтың бетін ашқан, біздің қоғамның, қоғамдық жүйенің шынайы бейнесін көрсеткен феномен. Аягүлдің жағасында көп адамның қолының ізі қалды. Аягүл негізі мықты еді. Оны туыстары, жақын араласқан достары жақсы біледі. Бірақ тағдырының езгісі тым ауыр болды. 2018 жылы онкологиядан қайтыс болған әкесінің 40 өте сап, жалғыз інісінің көлік апатынан мерт болуы Аягүлге ауыр соққы болды. Қайғыдан жүйкесі жұқарған ол өмірден өткенше сол соққыдан айықпады. Талантының тиісті бағасын алмады. Қаламдастарының іштарлығынан, ортасынан қысым көрген, негізсіз жұмыстан қуылған Аягүл көп жыл тұрмыс тауқыметінде әбден тартты. Өзі де жар жағасына келіп тұрған Аягүлді оған деген ашуын білдірмек боп мыңдаған адамның алдында Facebook әлеуметтік желісінде бір апта бойы сүйектен өтетін, өлтіретін сөздермен балағаттап кибербуллинг жасаған журналист Сәуле Әбділхан қызының шабуылы құзға бірақ құлатты. Өзіне қол жұмсаған әр адамның жағасында қоғамдағы көптеген адамның қолының ізі бар деген сөйлем Дулат Исабековтің Өкпек жолаушы повесінде. Осы жолдарды оқып отырса, үзіне түсіп қудалаған басшылары, әзілкеш сымақ, кекеткіш, арзан мінез достары, әріптестері, мүмкіндігі болса да көмегін, жылуын, мейірімін аяған таныстары өздерінің қылығын ойлап отырған шығар, іштері біліп отырған болар. Қарапайым халықтың Аягүлге деген сүйіспеншілігі мен махаббаты ерекше еді. Аягүл елімізде өзіндік қолтаңбасы бар қаламгер, өз стилі бар, өткір публицист ретінде қалыптасты.
Аязда кітап оқитын қыз-жігіттер, ойлы жастар, әлеуметтік желідегі әдемі жазбаларын оқитын апайлар мен ағайлар, зейнеттегі үлкен кісілер ерекше жақсы көрді. Оқырманы көп болды. Жұмысшы кісілер, мектепте мұғалім, тәрбиеші қыздар, түрлі сала мамандары, өмірде мөлдір, әдемі сезім іздейтін адамдар, оқырмандары маған біразға дейін Аяшқа деген сағынышын, күйінішін, ойларын жазып тұрды. Бірақ қарапайым халықтың жүрегіне жол тапқанымен әдеби ортада қаламгердің, ақынның, әдеби шенеуніктің көбінің Аягүлмен арасы салқын екенін байқайтынмын. Аягүл де оларға икемделмеді. Амалын тауып, беделді, танымал адамдарды жағалауға да тырыспады. Жазушылар одағына мүшелікке кіруге ұмтылмады. Тіпті ол ортадан аулақ жүретін, еркін болғысы келді. 2013 жылы Мәскеуге көшіп орыс қоғамына барғанда бірден сіңіп кеткенін, қазақ қоғамына сіңе алмағанның себебін өзім жақсы түсінемін. Орыс болса да оларда адалдық бар. Барды бар, жоқты жоқ дейді орыстар. Идеяны талантты байқайды, бағалайды. Егер Аягүл орыс тілді болып мектеп бітіргесін бірден Мәскеуге барып жоғары білім алып, әңгімелерін орыс тілінде жазса, жазушылық тағдырда басқаша болар еді. Жұлдызы жарқырап жанар еді. Мұны Мәскеуде жүргенде өзі де түсінген. Аягүлдің шығармашылығына келсек, екеуміз күнде сөйлесіп, жылда бір пәтерде бірге тұрып жүрсек те, мен оған күнде таңданатынмын. Аягүл басқа планетадан келгендей, көзімізге көрінбей, пердемен қымталып тұрған арғы әлемді көріп отырғандай болатын. Жазуы ешкімге ұқсамайтын дара, ойлауы да соны сезінуі мен суреттеуі де ерек. Бір жағдайға екеуміз бірдей куә болсақ, оның көзі мен мүлде байқамаған детальдарды, мотивтерді көретін, жазуында соны әдемі жеткізетін, оқырманын сонысымен баурады. Жылы жүрегін, жақұттай жарқыраған даралығын шығармаларынан байқауға болады. Батыс жазушыларын көбірек ұнатты, оны бәрі білетін. Золяны, Драйзерді, Достоевскийді, Камюді сүйіп оқыды. Қазақ әдебиетінде хандар, билер, батыр бабаларымызды дәріптеу, тарихи оқиғаларды талдау, баяндау, суреттеу, ностальгия, сипаттау көп, психологизм аздығына қынжылатын. Мына біз сүріп жатқан өмірдің шындығын жазу керек. Жазушы адамның ішін ақтарып, бойындағы ақ пен қараның таласын көрсете алу керек. Адамның жанында болатын арпалыстар, сезімнің иірімдерін суреттеу керек. Адам періште емес, сын сағатта пенде. Кей адамның бетіне жағы болған бояуын шоуып, шын бейнесін, ащы шындықты көрсете алуы тиіс. Құдайға жүрегі арқылы, сезім арқылы жақындайтынымызды, тағдырдың иір-қиыр жолдарын, адамның өзі туралы шындықпен бетпе-бет келгендегі күйін көрсетуі керек жазушы, дейтін Аягүл. Ойлап тұрсам, қазақтың қалам ұстаған қалың нөпір емес, шын талантты прозаиктері Айгүлді бағалапты, жылы сөзін айтуды парызы деп біліпті. Дулат Исабек батасын беріп, алғашқы кітабына алғы сөзін жазып, үнемі телефонмен хабарласып, халін сұрап, қолынан келгенше көмегін беріп жүрді. Шымкент, Тараз қалаларындағы кештеріне қартта болса, бүгінде марқұм болып кеткен мықты екі прозаик Несіпбек Дәуітайұлы, Мархабат Байғұт кеп кешін ашып беріп, сөйлеп, тілеулестігін білдіріп кеткені есімде. Аягүлдің көп шығарма жазып үлгермеуінің тағы бір себебі тұрмыстық қиындыққа көп шырмалды, бауырларын жетеледі. 20-ларында алғашқы қаламақыларын жинап, анасына алтын сырға алып беріп жүретін. Өзі жолға ақшасы болмай, жаяу жүрген кездері көп болса да. Сосын ауылда әке-шешесіне жаңа үй салуға жәрдемдесті. Сіңілісін оқуға Алматыға келді. Жалпы әулетіне көп көмектесті. Тағы бір ерекшелігі, әттеңі Аяш сезіммен өмір сүреді. Сезіміне тым адал болды. Ол үшін сезімнен қымбат ештеңе жоқ. Өзі сүйген адамды көп ойлайтын, сол адам оның тұтас әлеміне айналып кететін. Сезімні басқарада, сезіміне қарсы шығада алмады. Дүниеге пайдаға қызықпай, сезіміне адал болудан ауыр жауапкершілік жоқ шығар бұл өмірде.
Сезіміне адал адам жеңілет көбіне, айыпты адамдай үлкен құн төлейді, құрбан болады. Сөйте тұра ол адам биік, Құдайдың алдында биік. Мысал айтсақ, жай жүрген маған деген ықыласы ерекше еді. Достыққа ондай адал адам көрмегем. Өзінің ең жақыны санады. Мен туралы жазбаларында көп жазатын. Бойымда жылт еткен жақсы қасиет болса соны байқайтын. Мен туралы жазғандарының кейбірін оқысам, Аягүл сипаттаған бейнеме ғашық болатынмын. Шынымен сондай болсам деп. Негізі ол бейне мен емес. Аягүлдің өз болмысы, биік, таза, адал. Аягүл қарапайым халыққа жақын болды. Ұзақ жолға шыққанда автобуста қария кісілермен сөйлесіп мұңын тыңдап отыратын. Ауылдағы көрші ата-әжелермен, үй шаруасындағы келіншектермен көп әңгімелесетін. Жұмысшы, таксист балалармен де әңгімелесе кететін. Олардың тыныс тіршілігін, әлеуметтік жағдайын ерінбей тыңдап отырушы еді. Сырқат баласы бар келіншектерге де қамқорлық жасап жүретін. Аягүлдің жаны қарапайым халықпен бірге болды. Таныс тамыр, қолдаушы іздеп жағынбайтыны, мансап үшін бас қатырмайтыны, еркін, ерке, тентектігі, жабайылығын тежемейтіні ресейлік рок әнші Земфираны есіме салатын. Аяш, сен Земфираға ұқсайды екенсің дедім бірде өзіне. Ол күлді. Аяшта сол сияқты қырсық, шыдамсыз, ойындағысын оқша атып тік айтатын. Қулану, ұнатпайтынын білдірмеу, қоғамға сыю үшін осы жердің ережелеріне көнуге келіспейтін. Аягүл өз ережелерімен жүрді. Расында тік жүрді, түк құлады. Жазушы Думан Рамазан айтқандай. Ұнататын адамын ұнатам, ұнатпайтын адамын ұнатпаймын деп бірден айтатын. Сонысын көрсетіп қоятын, сөйтіп жұмыстан шығып кететін, сөйтіп кей адамға ұнамай қалатын, көп ортаға сыймайтын. Мен болсам, Аягүлдің сол болмысына ғашық болдым. Аягүлдей шынайы адам аз. Жақын тұттым, жақсы көрдім. Оған жақын болуға ұмтылдым, тіпті үлгі алатынмын. Талантты, таза, адал адамға тән мінез, биік адамға тән болмыс. Кейде қателесуі мүмкін, бірақ 200-ді емес. Ойын ашық айтатын. Тым қазақы орта үшін Аягүлдің болмысы, қылықтары ерсе саналған шығар бәлкім, білмеймін. Анық білетінім қазақ қоғамына сыймады. Өзін бөтен сезінді, жат сезінді, жалғызсырады. Біздің қоғамда қатты қысылатын, жұмыссыз, табыссыз, жалғыздықтан қажыды ақыры. Еркіндікті аңсаған ғалым, суретші, жазушылардың көбі тіршілік заңдарына бағынбай, айналасына жексұрын боп, ақшасыз қалатыны, қарызданатыны ежелден бар. Оқып отырсаң, көп таланттың адами тағдыры аянышты. Бір оқиға есімде. Кедейліктен көз ашпаған философ Бенедикт Спинозаға бір трактатын аяқтағанда, сарай маңындағы бір пысық келіп, кітабыңның басына шығармамды король Людовикке арнаймын деген бір ауыз сөз жазсаң, король саған ай сайын төленетін көлемді шәкіртақы тағайындамақ десе, Спиноза жоқ, мен шығармамды оған емес, ақиқатқа арнаймын деп, сол қырсыққаннан өмір бойы жақсы жұмысқа орналаса алмайды. Амалсыз ауыр қара жұмыс деп нанын тауып жеп жүріп, ақыры қажып 44 жасында құрт ауруынан жап-жас көз жұмады. Еркіндігінің құны. Аяш өмір бойы қараңғылыққа қарсыласып өтті, күресіп өтті, жарыққа ұмтылды. Аягүлдің өмірден кетуінің өзі надандыққа қарсылық. Әділетсіздікке қарсылық. Аягүл біздің қоғамдағы рухани тоқырауға протест көрсетті. Аяштың кетуі көп адамға ой салды, көп жүректі оятты. Жалған дүниеден кетіп жатып ол қараңғылыққа қарсы майдан ашып кетті. Аягүл жазуымен ғана емес, өліммен де бізге мынаны айтып қанымен жазып кетті. Адам тамақсыз, ақшасыз, жұмыссыз өлмеуі мүмкін, бірақ махаббат жылу көрмесе өмір сүре алмайды. Адамның жаны нәзік, бір-біріңнің сол нәзік жаныңды жұлмаламай абай болыңдар. Кешірімді болыңдар, биік болыңдар, біріңді бірің аялаңдар. Алғысөз авторы Бану Оңдасынова.
марқұм жазушы Аягүл Мантайдың жаны рухы шат болғай.